Поэтому вопрос есть. Я, насколько слышал, вас рассматривают как такой, тяжело сказать, идеал, не надо говорить это, как образец какой-то казахской правильной мужественности, мускулинности. Может быть, поэтому вы отлично подходите под роли криминальные, под исторические персонали, которые вы играете. Как вы считаете, сейчас у нас тенденция наоборот идет, да, на вот признание мускулинности токсичной, под подобные тенденции? Еркек бола ма? Енді ол да керек шығар. Енді жаңа сен айтып отырған критериялар қаншалықты сай келетінін білмеймін, бірақ қолымнан келгенше жаңа берілген тапсырманы жасап отырсам, жалпы енді бізге дейін өздеріңіз білесіздер, қазақ киносының жалпы іргетасы қаланған кезде біздің беткесі тор актерларымыз ол Жантурин, Нұрмұхан, Асанәлі Әшімов, Әнуар Молдабеков, бәрі қарасаңыздар, кәдімгі колоритный қазақтар. Джейсон Стэткомнан еш кем емес. Әрине. Бір сөзбен айтканда красавчик қазақтармен біз қазақтардың вообще әлемде біздің киноны көрген жандардың санасында солай қалыптастық. Бізде қазақта слабый, мынандай бос мойын, боз өкпе, еркек жоқ. Бәрі дерзкий жігіттер, бір сөзбен айтканда. Сол себепті бізде енді жалпы өздеріңіз Европаны шетелде көріңіздер. Мүмкін енді бұл глобальный проблема деуге болатын нәрсе ма? Ер азаматтар кәдімгі өзінің еркектік харизмасынан дейма мінезінен сәл-сәл айырылып бара жатыр. Бұл енді мынау шет мемлекеттерде, дамыған елдерде көп кездесетін нәрсе. Ал біз енді Қазақстанда қарасаң, Құдайға шүкір, жігіттердің барлығы мінезді еркек қой. Тіпті Европада байқасаңыздар, спортивный сумка көтерген, құлағы сынған, не болмаса, ондай болмаса да, бір қарағанда көзің тоятын нағыз еркек жігіттерді көре салу өте қиын. Ал бізде көшеге шықсаң екінің бірі сондай қазақтың бәрі.